Қалайсыздар? Бүгін өте маңызды сабақтардың бірі аудитория сегменттерге бөлуді үйренетін боламыз. Кеттік. Жарнамалық кампанияның сәтті болуының 33% аудиторияға байланысты, қалған 33% бұл креативке байланысты, қалған 33% конвертерге байланысты. Конвертер дегеніміз сайт, Instagram, яғни то есть подробнее басқаннан кейін өтетін платформа, любой нәрсе болуы мүмкін, то есть любой источник. Одан кейін келесі жаңағы 33% креатив, ол жаңағы өзіміз білетіндей баннер, видео, яғни рекламный материалдар. Кеттік. Жарнамалық кампанияның сәтті болу мақсатты аудиторияға дәл тигізгенімізге соған байланысты, соған қарай болады. Аудиторияның қандай түрлері болады? Ең бірінші шағын аудиториялар, одан кейін екіншісі кең аудитория, үшіншісі ретаргетинг аудиториясы, төртіншісі ұқсас аудитория, бесіншісі парсинг аудитория. Қай аудитория сәтті болатынын ешкім білмейді, сондықтан тек қана тест жасау керек. Бір клиент алдыңыз ба, оған барынша бірнеше 3-4 аудиторияны қолданып, 2-3 аудиторияны қолданып, кемінде әр аудиторияны тестлеп, қайсысы жақсы результат беретінін анықтап алу. Яғни міндетті түрде тест жасау керек. Неғұрлым көп аудиторияны тест жасап, ең тиімдісін анықтап алу керек. Бізде вариант көп болатын болса, сол жақсырақ болады. Егер де мысалы, например, бір вариант қана, мысалы, там просто узкая аудиторияға жібере қойыңыз, шағын аудитория. Узкая аудиторияға жібереміз и таргет атпай қалды. Не себепті? Просто мысалы, например, сіз аласыз, например, широкийға жіберген кезде ол атып кетуі мүмкін, таргет жақсы жүріп кетуі мүмкін. Сол себепті бірнеше аудиторияны тестлеу керек. Аудиторияны тестлеудің 3 кезеңі бар. Бірінші кезең бұл жарнаманы максимум көп адам санына көрсету. Екіншісі аудиторияны тестлеу 3 күн бойы, одан кейін үшінші кезең, бірінші кезеңде кетіп қалды. Оптимизация, бюджеттерді реттеу және тиімсіз жарнамаларды алып тастау. Қараңыздар, бірінші кезең жарнаманы максимум көп адам санына көрсетеміз, бірнеше креатив дайындаймыз, бір 10 шақты креатив дайындап, жаңағы аудитория, 2 аудиторияға жібереміз, мысалға біреуі детальный таргетинг бойынша, яғни шағын аудитория болуы мүмкін. Одан кейін екіншісі широкий аудитория, ешқандай интерессіз 2 аудиторияға жібереміз и әрқайсысына 10 креативтен копировать етіп жібереміз. Сәйкесінше сіз бір рекламаны жіберу арқылы 2 аудиторияны и 10 креативті тестлейсіз. 3 күн бойы рекламамыз тұрады, мысалы күніне $5 деген секілді, немесе $10, $30 кетеді, $30 шамамен қанша? 13-14 мың теңге. И үшінші кезең оптимизация жасаймыз. 3 күннен кейін біздер нақты результат аламыз. Қай креатив өтті, қай креатив өткен жоқ. Клиентке отчет береміз, осындай креатив жақсы өтті, одан кейін мына креатив шамалы болды, мына аудитория, мысалы широкий аудитория мен узкий аудитория екеуі бірдей результат көрсету мүмкін, немесе екеуінің біреуі жақсырақ результат көрсету мүмкін. Мысалға, например, широкий аудитория жақсы результат көрсетті деп алайық, одан кейін креативтің ішінен 2 креатив жақсы өтті, CTR 2% деген секілді. И келесі не істейміз? Бюджетті реттейміз, және тиімсіз жарнамаларды алып тастаймыз, қайтадан реклама запускать етеміз. Жаңағы широкий аудиторияға и жаңағы қалған жақсы өткен 2 креативті ғана қалдырамыз да, сол 2 креативке ғана біздер $30 жібереміз, мысалға деген секілді, немесе $100 жібереміз. Қанша күнге, білмеймін. Мысалға, клиентке келісу бойынша бір аптаға деген секілді, клиенттің бюджетіне байланысты. Осы способ, осы тәсіл ең тиімді, ең дұрыс, ең тәсіл, қысқаша айтқанда не себебі, жаңағыдай айтқандай тестлеу, одан кейін результат алу, клиентке нақты результат бересіз, результат әкелесіз, осы әдіс арқылы. Кеттік. Аудиторияны сегменттерге қалай бөлеміз? Жынысы, жасы, одан кейін географиясы, тереңдетілген таргетинг, қызығушылықтары, қызметтер және тағы да басқа соған байланысты. Жынысы бойынша ер әйел, жасы бойынша желательно Facebook'тағы аудиториямен аудиторияда аналитикасымен бөлген дұрыс. Ол жерде аналитика қалай? 13-18, 13-17, одан кейін 18-24, одан кейін 25-34, одан кейін 45-54. Солай бөлген дұрыс болады. Одан кейін сегменттеуді жасамас бұрын клиент географиясы бойынша бөлек-бөлек қалаларға жіберсеңіз болады, немесе общий широкий аудитория жіберетін болсақ, сәйкесінше бүкіл Қазақстанға жіберсек болады. Тереңдетілген таргетинг, орысша детальный таргетинг, қызығушылықтар, қызметтер және тағы да басқа. Мысалға аудитория нақты, мысалға клиенттен оларға, мысалға, например, тек қана мұғалімдер керек болуы мүмкін. Сол моментте детальный таргетингте біз не істейміз?
мұғалімдер, преподаватель, учитель, одан кейін образование деген секілді интерестерді таңдаймыз. Кеттік. Сегменттеуді жасамас бұрын клиенттен ең біріншіден аудиториясы жайлы және жарнамаланатын өнім жайлы толық ақпарат алу керек, және тек кәсіп иесі ғана өзінің аудиториясы кім екендігін нақты біледі. Сол кісіден сұраймыз. Одан кейін барып уже рекламаның басқа материалдарын, басқа нәрселерді дайындай беруге кірісеміз. Сегменттеуді аяқтағаннан кейін оны клиентпен бірге бекіту керек. Мен осындайды аудиторияға, мына жастағы аудиторияға жіберейін деп жатырмын. Мына аудитория болады, там детальный таргетингпен мынандай узкая аудитория болады, одан кейін общий без интереса бүкіл аудиторияға жіберіп көреміз деген секілді клиентпен бекітесіз. Клиент иә дегеннен кейін барып уже таргет жасай бересіз. Үй тапсырмасы. Осы сабақты толық конспектлеу клиентіңіздің не өзіңіздің салаңызды сегменттеудің 4 түріне байланысты кемінде 3 сегмент дайындау керек болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.